Армысыздар. Бүгін мен сіздерге жүректегі мыс телехикаясының эпизодтарымен таныстыратын боламын. Бұл жерде бұл сериясында Джиханның бұрынғы жүрген қызы оны іздеп Каппадокияға келеді. Яғни оны мелек естіп қояды. Буньяминнің звоногынан оның дауысы шығып, Джиханның жұбайымын деген дауысын естиді. Мелек сол уақытта өзін тастап жүреді. Буньямин шатасқанынан асығып-үсігіп телефонын баса салады. Мелек ашуға булығып үндемей отыра береді. Бірақ Джиханның сүйген бұрынғы алғашқы махаббаты өзін іздеп келгенін білмейді. Ол оның әйелі деп ұғады. Буньямин оны түсінбедім, сіз кім боламын дедіңіз дейді. Әйелімін деп қалжыңдасады. Бірақ оны ақырында қалжың екенін айтып, Джиханның Пери деген досы боламын. Бұрын бірге оқығанбыз, бірге дос болғанбыз деп айтады. Буньямин түсінбей, неге сенерін, неге сенбесін біліп алаңдап қалады. Пери Джиханның қайда екенін сұрайды. Сол кезде Буньямин ол бұл жақта емес, ол сыртқа кеткен деп жауап береді. Сонда Пери, онда мен үйде оны күтейін, Каппадокиядағы үйіне мен апарсаңыз дейді. Буньямин сол жерде өзін Периге таныстырады. Мен Шансаландардың үлкен ұлы боламын, яғни Джиханның ағасымын деп өзін таныстырады. Сол мен сені апарайын Шансаландардың үйіне, сояқта сен Джиханды күтерсің деп сөйдейді. Джихан ол уақытта мелекпен апасынан кешірім сұрауға жолға шығып кеткен болатын. Пери келісіп Буньяминмен бірге Шансаландардың зәулім сарайына бармақшы болады. Перидің заттарын алып, Буньямин жүк машинасына салып, Пери екеуі шығып кетеді. Шансаландардың адвокаты бұны дұрысқа баламайды, сыртынан күліп тұрады. Буньямин Перидің сумкасын алып сыртқа шығып, адвокат сол кезде мелек әжесімен бірге барлығы анасын іздеп шығып кетеді. Сол уақытта мелекке тамақ танайық, бірге отырайық, қарындарың ашқан болар, саған тамақ ішу керек деп Джихан сөйлейді. Мелек қырсыққаннан ішпеймін, маған керек емес дейді. Әжесі саған ішу керек, сен көп тамақтану керек, әлсіреп қаласың. Неге бүйтіп қырсығып отырсың? Джихан барлығымызға тамақ тапсырыс берді, бірге тамақтанайық дейді. Барлығы отырып тамақтануға кіріседі. Джихан мелекке не болған түсінбейді, аңдаң болып не болғанын сұрайды. Таксин Сумруды мектептің алдына күтеді, яғни онан кешірім сұрағысы келеді. Сумрумен кездеспекші болып, сөйлеспекші болады. Бірақ Сумру онымен сөйлескенден бас тартады. Сендер маған емес, қайдағы Халелдің сөзіне сендіңдер. Енді маған несіне келіп тұрсың, несіне кешірім сұрап тұрсың деп Таксинға сөйлеп тастайды. Таксин сені айтады, Сумруға сенікі дұрыс. Сумру, сенің айтқаның дұрыс, бірақ мен сенен кешірім сұраймын, қалай болса да сені күтемін, мені кешіріңді өтінемін дейді. Бірақ Сумру оны кешіргісі келмейді. Таксиннің істегендері оның жанды жеріне тигеніне анық. Буньямин мәз-майрам болып Периді Шансаландар сарайына алып баратады. Буньямин жаймен ғана Перидің санына көзі түседі.